Барлығына салам достар, сендермен бірге мен Духа. Достар, тақырыптан байқап тұрғандарындай, бүгінгі видеода бізде Путь бомжа, яғни бомж жолының 4-ші сериясы. Бүгінгі видео өте қызықты болды, сондықтан лайк пен комментарияны көбейтіп кетіңдер. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Ал достар, көріп тұрғандарындай, мен мұнда 555-395 деген симканы 300 мың рубльға Панк Мансори деген балаға, сатып жібердім. Енді біздің балигіміз уже бізде 700 мың рубль болды. Скоро бізде примерно лям болады. Бүгінгі видеода енді солай болу керек. Тағы бір симканы сатып жатырмын, 333-863 деген симканы. Қазір өздеріңіз көретін боласыздар, қандай баға, яғни бұлар ценить етіліп жатыр, яғни осы обновлениеден кейін, яғни сервер ашылғаннан кейін бұндай хотя бы фигня симкалардың өздері сәл нормально ақша беріп жатыр. Мұнда Блэкбастағы дед Максим ба, сондайды 350 мың рубльға Тенсай Алматы деген баладан сатып алып жатырмын. Енді бұл семья таныс болғандықтан, өзім былай таныс фама болғандықтан, осыны 350 мың рубльға алып кеттім. Енді хотя бы для перекупа нормально болады деген ойдамын. Бізде минус 350 мың рубль, но бізде 400 мың рубль қалды. По идее нормально бұл скин. Кейспам жасып жатырмын, кішкене болсын, сәл болсын, плюсқа, яғни ақшаға плюсқа кіру үшін енді нормально нәрсе түсіп кетеді деген ойдамын. Енді бізге мында VIP Platinum түсті. Енді по идее VIP Platinum әдемі біздің уровенға, потому что бұл новый сервер болғандықтан 10-ші уровенға смело жеткізуге болады. 10-ші уровенға это нормально. По идее бастапқыға можно. Закон послушностиді көтеріп жатырмын, яғни менде уже все закон послушностиді көтердім, и менде уже 106 закон послушности болғандықтан енді смело лицензия на оружие ала берсек болады. Енді көріп тұрғандарындай жаңа серверде жақсы дамып жатырмыз. Достар, өздерің білесіңдер, мен жаңа серверға көшкен болатынмын, бірақ ол жаққа мені промокодымды жібермей жатыр. Бірақ сонда да осы серверде ойнайтын боламыз. Правительствоға лицензия на оружие алуға келдім, 30 мың рубльға бізде уже лицензия оружияға алдық. Енді смело автоматтарды алып, біреумен атыса берсек болады. Енді трансформасында сәл доступ жағында сәл проблема бар, енді замдар аз болғандықтан, и сол үшін, өзім лицензия алам деп шештім, бірақ өзімде былай нормальный дами берсем болады. И на всякий случай осы Анс Калашников деген баладан, яғни лицензиордан мен немелерді алып жатырмын. Еще мұнда подписчиктерімді кесесір қалдым. Осы жақтан лицензия менде В бар, А, С, Д деген секілді лицензияларды алу керек болып тұр. Енді на всякий случай деген бір жұмысқа кіріп жататын болсақ, осы жақта ешқандай права жағынан проблема болмайтындай, чтобы сондықтан осы праваның барлығына алып алатын боламыз. $350 мың қалған дед деген скинді 450 мыңға сатып жатырмын. Мұнда сәл жаңа сервер болғандықтан сәл экономика жоқ па, бір нәрсе. Енді сондықтан бұны тезірек сатып жіберемін деген ойдамын, потому что мына скиннің рыногы вообще түсіп кетеді деген сыбыздар келіп жатыр. Так что енді осыны тезірек сатып жібердім, чтобы проблема болмас үшін. Ал достар, көріп тұрғандарындай, мен мұнда 222, 862, сосын 555, 275 деген симканы 200 рубльға тезірек сатып жіберейін деп тұрмын. Себебі бұл рыноктар ондай қатты емес, бағана по факту тезірек алып кеткен болатын симкаларда. Енді жарайды етпес, так что біз осыны тезірек сатып жібердік. Бізде уже балик нормально болып қалды. Достар, көріп тұрғандарындай, мұнда мен осы жақтан андай кейстер беріп жатыр екен, кейс турбо, яғни беріп жатыр дегенде ана жақтан мен ашқан болатынмын, дрифтовать етіп очко жинап осы кейс турбоны ашқалы жатырмын. Енді бүгінгі видео сәл интересный болсын деп осы кейс турбоны қосып ашып жіберем деген оймен дақоста кнопканы басып мынандай шлем велосипедиста дегенді алыппын, яғни түсті уже. Енді бұл вообще цениться етілмейтін зат. Бұны так что мен өздеріңіз комментарияға жазып кетіңіздер, сливать етейін ба, сливать етпеймін ба. Достар, мен осыны 450 мың рубльға алған болатым, бірақ ол видеоға түспей қалыпты. Енді мен қазір осы көлікті,
яғни гольфті мен 650 мың рубльға сатқалы жатырмын, яғни 200 мың рубль әдемі плюсқа кіріп кеткен жатырмыз. Яғни бүгінгі видеода таза миллионды шығарғалы жатырмыз ғой. Яғни осы жаңа серверде өзіміздің алғашқы миллион рубльімізді алғалы жатырмыз. Так что достар, мұнда заз алынамын деп жатыр, яғни қазір АЗС-қа баратын боламыз. Ал достар, көріп тұрғандарындай осы жерде Жако деген, яғни жаңағы покупательде обмен жасап жатырмыз. Яғни міне уже ол маған лақтырады. Мен қазір бұның бәрін внимательно тексеремін. Әйтпесе бізді тағы да скамить етіп кетіп жүрсе, енді так что абайлап, тем более жаңа серверде, Астана серверінде, тем более, қарап тұрстап тексеріп алу керек. Так что так қарадық, енді бізде 650 мың 123. Так, ол жазды таңдады. Вам платит дұрыс, иә. Так, енді гольф, менде гольф, все, вы согласны. Ал бастық, и все, достар, бізде 650 мың рубль, яғни бізде 200 мың рубль плюсқа кіріп кеттік. Енді біздің балигіміз 1 миллион 200 мың рубль. Бұл рынокта машина жоқ болғасын, сәл құр отыра бермей, маркетплейстан заттар қарайын деп, ойыма түсіп кетті. Анау маған турбодан түскен, мына шлем велосипедиста қанша тұрады десем, мынаның рыногы вообще нулевой екен, яғни 140 мың рубльда тұр. Енді бұны тем более ешкім алмаса, мен бұны лучше распить етіп тастағаным дұрыс па? Енді жақын арада, яғни кішігірім особый жолға, особый кейсқа жол болатын болады.